Бозоқ аруы қазақ қыздарына үлгі болатын тұлға. Алматыда жазушы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Шәрбану Бейсенованың «Ұлы дала арулары» сериясы бойынша жарық көрген кітабы оқырманға жол тартты. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде өткен шарада Шәрбану Бейсенова студенттерге «Бозоқ ару» атты шығарманың жазылу тарихын түсіндірді. Туындыда Астананың түп тамыры саналатын көне Бозоқ қаласынан табылған текті әулеттен шыққан ару туралы нақты деректер көркем әдеби тілмен баяндалған. Қазба жұмыстары кезінде әйел мүрдесінің екі жағына қойылған 800 інжу моншақтың табылуы ерекше құбылыс дейді автор. Айта кетейік, қаламгердің бұған дейін «Ұлы дала арулары» сериясы бойынша «Сүйін беке» кітабы шыққан. Жалпы көшпенді халықтың қыздары, көшпенді жұрт немен көшкен, атпен көшкен. Сайыстардың бәрі ат үстінде болған. Ат үстінде олар қолға қару алып, оны жұмсай білген. Мысалы, Бозоқ аруының барлығы бойында сол қасиеттің бәрі болған. Өйткені сол қыздың қаңқасы табылған жерден оның пайдаланған кездігі шыққан.